Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған криптовалютаға инвестиция жасау туралы айтқым келіп отыр. Яғни криптовалюта сатып алып, криптовалюта сату арқылы ақшаңды қалай еселеуге болады, соның барлығын көрсетейін деп отырмын. Дәл қазір мен саған бұл видеода кез келген адам, яғни кез келген қарапайым адам телефонмен криптовалюта сатып алып, сату арқылы ақшасын қалай еселеуге болады, соның барлығын егжей-тегжейлі көрсетіп түсіндірейін деп отырмын. Егер де қызық болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен криптовалютаны сатып алмастан бұрын ең бірінші криптовалюта туралы мен саған азғантай ақпарат айтқым келіп отыр, яғни түсіндіргім келіп отыр криптовалютаның не нәрсе екенін. Ең бірінші мәселе, криптовалюта дегеніміз цифровая валюта. Яғни бұл валюталарды біздер қолмен ұстай алмаймыз. Яғни өмірде сауда жасай алмаймыз. Сосын кез келген криптовалюта секіріп ойнап тұрады, яғни бағасы. Кез келген криптовалютаның бағасы бір күннің ішінде бірнеше рет өзгеріп тұрады. Яғни криптовалюталардың бағасын біздер нақты біліп анықтап отыра алмаймыз. Сосын биткоин деген криптовалюта бар, ең қымбат криптовалюта. Биткоиннің бағасы қымбаттаған кезде кез келген криптовалютаның бағасы қымбаттайды. Биткоиннің бағасы арзандаған кезде кез келген криптовалютаның бағасы арзандайды. Енді кейбір адамдар сұрауы мүмкін, криптовалюта арқылы ақша табу үшін, яғни ақшамызды еселеу үшін қандай криптовалюта сатып алғанымыз дұрыс, немесе криптовалютаны қандай криптобиржалардан сатып алғанымыз тиімді деген сияқты сұрақтар қою мүмкін. Біздер криптовалюта арқылы ақша табу үшін, яғни ақшамызды еселеу үшін қандай криптовалюта сатып алсақ та бәрібір, криптовалютаны қандай биржадан сатып алсақ та бәрібір. Бірақ криптовалютаны сатып алайын деп отырған биржаң міндетті түрде тексерілген болу керек, яғни лохотрон емес болу керек. Криптовалюта арқылы ақша табу үшін, яғни ақшамызды еселеу үшін біздерге маңыздысы криптовалютаны арзандаған кезде сатып алу, максимально қымбаттаған кезде сатып жіберу. Яғни біздер осы арқылы ақшамызды еселеуімізге болады. Түсінгеніңдей, криптовалюта арқылы ақша табу үшін қандай криптовалюта сатып алсаң да бәрібір, қандай биржадан сатып алсаң да бәрібір. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді мен өз басым криптовалютаны Payeer деген электронный кошелек арқылы сатып алам. Жалпы көп адамдар бұл электронный кошелек туралы білет, бірақ бұл электронный кошелектің биржасы бар екенін білмейді. Яғни бұл электронный кошелек арқылы криптовалюта сатып алуыңа болады, криптовалюта сатуыңа болады. Сосын бұл электронный кошелек туралы мен видео түсірдім. Ол видеода мен бұл электронный кошелекке тіркелу жағын көрсеттім. Сосын бұл электронный кошелекке ақша салу жағын, ақша шығару жағын барлығын көрсетіп түсіндірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдырам. Яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Бұл электронный кошелекке тіркелгеннен кейін, яғни тіркелген кезде, бұл электронный кошелектегі данныйларыңды міндетті түрде, яғни электронный почтаңды, пароліңді, логиніңді, секретный код деген нәрсе бар. Солардың барлығын бір жерге жазып қоясың, скриншоттап аласың, ұмытып қалмас үшін. Себебі бұл электронный кошелектегі данныйларыңды ұмытып қалатын болсаң, бұл электронный кошелектегі аккаунтыңды восстановить етіп алу қиын болады. Мен бір рет өз басым паролімді ұмытып қалып, зорға деп аштым бұл электронный кошелектегі аккаунтымды. Бұл жағы түсінікті. Енді бұл электронный кошелектегі данныйларыңды ешкімге бермейсің, ешкімге айтпайсың, ешкімге көрсетпейсің. Себебі бұл электронный кошелекке сен ақша саласың, ақша сақтайсың, сондықтан да өзіңді максимально сақтандырасың. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл электронный кошелектегі аккаунтыңа
идентификация жасағаның дұрыс. Себебі алдағы уақытта бұл электронный кошелекке сен крупный суммада ақша салуың мүмкін, крупный суммада ақша шығаруың мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде бұл электронный кошелектегі аккаунтыңа идентификация жасағаның дұрыс. Идентификация жасау үшін мына жерде мынандай счетыңды тауып аласың. Счетыңның қасындағы мынандай төмен қарап тұрған стрелканың үстінен басасың. Көріп отырғаныңдай менде қазір идентификация жасалмаған. Болашақта алдағы уақытта идентификация жасаймын міндетті түрде. Мына жерде перейти дегенді басасың идентификациядан өту үшін. Мынандай бетке тап боласың. Төмен қарай түсесің. Мына жерде далее деген кнопканың үстінен басасың, мынандай жасыл кнопканың. Сосын тағы да дәл осындай бет ашылады. Ол жерде уже электронный почтаңның адресі тұрады, тағы да басқа нәрселерің тұрады. Мен ол жаққа өтпей қояйын. Төмен қарай түсесің, тағы да мынандай далее деген кнопканың үстінен басасың, тағы да бір бетке тап боласың. Ол жерге уже өзіңнің удостоверениеңнің алдыңғы жағын суретке түсіріп, сосын адресная справкаңды суретке түсіріп, салып, төмен қарай түсесің. Мына жерде отправить деген жасыл кнопка тұрады. Сол кнопканың үстінен басып жібересің. 2 күннің ішінде ма, 1 күннің ішінде ма тексереді, барлығы нормально болса, PR-дегі аккаунтыңа идентификация береді. Сосын жіберіп отырған адресная справкаңның срогы жақында алынған болу керек. Егерде 3 ай, 4 ай болған болса, ол адресная справкаң жарамайды. Мен өз басым 2017 жылы алынған адресная справкамды жібердім, ол жараған жоқ. Соған байланысты мен бұл электронный кошелектегі аккаунтыма идентификация жасаған жоқпын. Бірақ алдағы уақытта адресная справка алып, бұл электронный кошелектегі аккаунтыма идентификация жасаймын. Электронный кошелектегі аккаунтыңа идентификация жасау жағы міне осындай. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл электронный кошелек арқылы криптовалюта сатып алу үшін бұл электронный кошелектегі балансыңды рубльмен толтырғаның тиімділігі болады. Доллармен толтыратын болсаң, сәл тиімсіздеу болады. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын. Енді криптовалюта сатып алу үшін доллармен сатып алғаның ыңғайлы болады. Себебі криптовалютаның бағасын доллармен қарап отыру ыңғайлы. Маған өз басыма солай ыңғайлы. Егерде саған ол маңызды емес болса, рубльмен сатып ала беруіңе болады. Бұл жағы да түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл электронный кошелектің биржасына кіру үшін телефоныңның экранын өзіңе ыңғайластырып үлкейтіп аласың. Солға қарай жүресің. Мына жерде мынандай стрелканың үстінен басасың, яғни толқын сияқты стрелканың үстінен басасың. Сол кезде бұл электронный кошелектің биржасына барасың. Бұл электронный кошелектің биржасында фиатный валютаңның барлығын өзара айырбастауыңа болады, яғни ауыстыруыңа болады. Рубліңді долларға, долларыңды рубльге, евроңды рубльге, долларға осылай ауыстыруыңа болады. Сосын криптовалюта сатып алуыңа болады. Бұл жағы түсінікті. Енді телефоныңның экраны оңға қарай жылжытасың. Енді бұл жерде рублімізді долларға айналдыру үшін мына жерде USD руб дегеннің үстінен басамыз. Мынау 1 доллардың рубльмен көрсетілуі тұрған бағасы. Мынаның үстінен басамыз. Төмен қарай түсеміз. Солға қарай жылжытамыз экранымызды. Купить доллары деген тауып аламыз. Мына жерге, отдаю деген жерге рубліңнің суммасын жазасың. Яғни аударайын деп отырған ақшаңның суммасын жазасың. Немесе мына жерде 100% деген үстінен басатын болсаң, мына жерге сенің мына электронный кошелектағы рубль ақшаңның барлығы түседі автоматты түрде. Мысал ретінде 1000 деп жазайын. 1000 рубліміз 13 доллар 19 цент болады екен. Рубліңді долларға айналдыру үшін мына жерде купить деген кнопканың үстінен басасың. Сол кезде рублің долларға айналады. Енді бұл жерде тағы да мысал үшін долларыңды рубльге айналдырып алу үшін
долларыңды сатуыңа болады. Мына жерге долларыңның санын жазасың, яғни суммаңды жазасың. Мысал ретінде 13 доллар. Көріп отырғаныңдай 13 доллардың бағасы 981 рубль. Долларыңды рубльге айналдыру үшін мына жерде продать дегенді қосасың. Сол кезде долларың рубльге айналады. Бұл жағы түсінікті. Енді криптовалюта мәселесі, яғни криптовалюта сатып алу жағы. Бұл электронный кошелектің биржасы арқылы 8 криптовалюта сатып алуға болады. Биткоин сатып алуға болады. Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP. XRP дегеніміз Ripple деген криптовалюта, Dash, Dogecoin, TRX деген криптовалюта сатып алуымызға болады. Dogecoin мен TRX-ті жақында қосты. Сосын бұл жерде Tether деген криптовалюта бар, USDT деген. Бұл криптовалюта долларовый криптовалюта. Криптовалюта арқылы ақшамызды еселеу үшін бұл криптовалютаны сатып алудың қажеті жоқ. Себебі бұл криптовалюта өспейді, не өшпейді. Криптовалютаны доллармен сатып алу үшін мына жерде USD деген таңдайсың. Рубльмен сатып алғың келетін болса, руб деген таңдайсың. Евромен сатып алғың келсе, мына жерде евро деген таңдайсың. Бұл жағы түсінікті. Енді мына жерде көріп отырғаныңдай қазір криптовалютаның, фиатный валютаның бағасы доллармен көрсетулі тұр, міне. Биткоинның бағасы доллармен көрсетулі тұр, міне. Биткоинның бағасы мынандай қазір. 40.498 доллар. Яғни бұл жері түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерден өзіңе керекті кез келген криптовалютаны таңдайсың. Мысал үшін Bitcoin, XRP, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, тағы да сол сияқты криптовалюталарды сатып алуға болады. Енді мен бұл жерде TRX деген криптовалютаны мысал ретінде көрсетем, себебі мен TRX деген криптовалютаны кеше январ айында сатып алдым 114 долларға, 1595 трон сатып алдым. Криптовалютаны сатып алу үшін мына жерден өзіңе керекті кез келген криптовалютаны таңдайсың. TRX-тің бағасы міне мынандай болып тұр қазір. TRX USD дегеннің үстінен басамыз. Төмен қарай түсеміз, солға қарай жылжытамыз. Енді төмен қарай түсесің. Көріп отырғандай бір тронды сатып алатын болсаң, мынандай ақшаға сатып аласың. Ал сататын болсаң, мынандай ақшаға сатасың. Яғни, мына биржа криптовалютаны арзанға сатып алады, кішкене қымбатқа сатады. Бұл жағы түсінікті. Енді криптовалютаны сразу сатып алу үшін мына жерге ақшаңның суммасын жазасың. Содан кейін мына жерде купить дегенді басасың. Яғни сразу сатып алуға болады. Криптовалютаңды сату үшін мына жерге криптовалютаңның суммасын жазасың. Мына жерде продать дегенді басып, сразу сатып жіберуіңе болады. Бұл жағы түсінікті. Енді бұл жерде ордер шығарып қоюыңа болады. Яғни бұл электронный кошелектің биржасына күнделікті кіріп, криптовалютаның бағасы қашан түседі екен деп қарап жүргің келмесе, мына жерге өзіңнің бағаңды жазуыңа болады. Мысал үшін, мына криптовалютаның бағасы январ айында 0.052-ге дейін түсті. Енді бұл криптовалютаның бағасы ол бағаға түсе ме, түспей ме белгісіз. Сондықтан да мына жерге жазатын бағаңды айдан алып қоймайсың. Где-то мынандай баға қоюыңа болады. 59 деген сияқты. Сосын мына жерге суммаң жазасың. Яғни қанша ақшаға сатып алғың келеді, суммаң жазасың. Мына криптовалютаның бағасы мынандай бағаға түскенде мен мынандай ақшама осы криптовалютаны сатып алам деп қоюыңа болады. Мына жерде купить дегенді басасың. Бұл нәрсе мои ордера деген жерге түседі. Мына жерге түседі.
телефоныңның экранын оңға қарай жылжытасың. Міне мына жерге түседі, мои ордера деген жерге түседі. Қазір менде мои ордера деген жерде 0 деп тұр, міне. Сенде 1 деп тұрады. Егерде сатып алатын болсаң. Криптовалютаң сатып алынбайды. Мына биржадағы тронның бағасы сенің қойған бағаңа қашан түседі, сол кезде сенің сатып алам деген криптовалютаң, яғни ордерің мына жерге шығарып қойған. Автомат түрде сатып алынады. Енді мына жердегі ордеріңді, яғни сатып алам деп қойған ордеріңді отмена жасап тастауыңа болады. Ордеріңнің үстіне 1 рет басасың. Содан кейін вернуть деньги дегенді басасың. Сол кезде сенің мына жерде сатып алам деп қойған суммаңды қайтарып береді. Яғни PR кошелегіңдегі доллар счетыңа қайтадан түсіреді. Сосын мына жерге ордер шығарып қоятын болсаң, яғни сатып алам деп ордер шығарып қоятын болсаң, PR кошелегіңдегі доллар ақшаң мына жерде тұрады. Яғни доллар ақшаң 0 болып қалса, қорқып, шошып жүрмейсің. PR кошелегімдегі ақшам жоғалып кетті деп. Яғни түсінгеніңдей, бұл биржа арқылы осылай криптовалютаны сатып алу жағын автоматтандырып қоюыңа болады. Енді сату жағында сөйтіп қоюыңа болады, яғни ордер шығарып қоюыңа болады. Енді бұл жерде криптовалютаны ордерға шығарып сататын болсақ, мына биржада криптовалютаның бағасы қанша болып тұр, сол бағаның үстіне тек қана 90%-ке дейін ақша қосуымызға болады екен. Яғни мен мына бағаның үстіне қазір тек қана 4 цент ақша қосуыма болады. Яғни 1 тронды 11 центтен сатам деп шығарып қоюыма болады ордерге. Мына жерге криптовалютамның санын жазам. Мына жерге 11 цент деп жазам. Мен мына трондарымды 114 долларға сатып алдым. Көріп отырғаныңдай, криптовалютаның бағасы мынандайға қымбаттаса, мен мынандай ақша қылып алуыма болады, 114 долларымды. Енді мына жерде продать дегенді басам, қазір мои ордера деген жерге түседі. Көріп отырғандай, міне мои ордера деген жерде 1 деп тұр. Міне мынандай тронды, тронның бағасы 11 цент болған кезде сатам деп шығарып қойдым. Енді жаңағы айтқанымдай, мына жердегі ордерларыңнан бас тартуыңа болады, яғни отмена жасап тастауыңа болады. Үстінен 1 рет басасың. Мына жерде сосын вернуть деньги дегеннің үстінен басасың. Сол кезде криптовалюта счетыңа қайтып келеді. Түсініп отырғаныңда, бұл электронный кошелек арқылы осылай криптовалюта сатып алуыңа болады, сатуыңа болады. Енді бұл жерде мынандай нәрселер бар. Моя история деген нәрсе бар. Яғни өзіңнің историяңды қарауыңа болады, қанша криптовалюта сатып алдың, қанша криптовалюта саттың. Мен ең бірінші 2021-дің майдың 27-сі күні 253 мың сатоши сатып алдым. Сатоши дегеніміз биткоинның тиындары, яғни биткоинның бөлшектері. Міне мынандай ақшаға сатып алдым, егерде көрінетін болса. Общий сумма 104 долларға сатып алдым. Биткоинның бағасы міне мынандай болып тұрған кезде сатып алдым. Бірінші бөлшегін 40.390 доллардан сатып алдым. Үшінші бөлшегін 40.399 долларға сатып алдым. Содан кейін сентябрьдің кезінде бағасы көтерілді, криптовалютаның, яғни биткоинның бағасы 55.253 доллар болып тұрған кезде мен 80.000 сатошимды саттым. 80.000 сатошимды 44 доллар 20 центке саттым. Содан кейін сентябрьдің аяқ жағында, яғни 2021-дің биткоинның бағасы мынандай бағаға өсті, 59.445 долларға өсті. Қалған биткоин тиындарымды саттым, бағасы 102 доллар 84 цент болды. Яғни түсінгеніңдей, где-то 40 долларға плюсқа шықтым, бірақ мен мына жерде
биткоинді бірінші рет сатып алғаннан кейін сәл-пәл қателестім. Қымбатқа сатып алдым мен. Себебі десең, июнь айында 2021-дің немесе июль айында биткоиннің бағасы $30,000 дейін құлады. Сол кезде сатып алғанымда нормально биткоин тиындарын сатып алатын едім. Сосын 21-дің ноябрь айында биткоиннің бағасы $69,000 дейін қымбаттады. Сол кезде сатқанымда, мысал үшін, мен уже нормально ақша қосып алатын едім. Яғни $102-104 үстіне тағы да дәл сондай сумма қосып алар едім. Сонымен бұл видеоны жазып отырғаныма уже бүгін мен 3 күн уақыт болайын деп отыр. Кеше жазған жоқпын бұл видеоның жалғасын. Алдың күні жазып бастадым. Енді бүгін осы жерден соңғы точкасын қоятын боламыз. Яғни видеоны аяқтайтын боламыз. Видео ұзақ болып кетіп отырған болса, ешқандай да ренжімейсің, себебі криптовалюта туралы түсінбейтін адамдарға, дым білмейтін адамдарға түсінікті болсын деген оймен егжей-тегжейлі қылып барымша түсіндіруге тырыстым. Енді бұл жерде көп адамдарда сұрақ болуы мүмкін: криптовалюта сатып алатын кезде, яғни сатып алайын деп отырған криптовалютамызды қалай анализировать етуімізге болады, бағасы қанша болатынын, қаншаға сатып алғанымыз жақсы деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Жалпы мен өз басым кеше январь айында Tron деген криптовалюта сатып алдым. Азғантай анализ жасадым. Tronның бағасы 7 цент болған кезде, $82 сатып алам деп ордер шығарып қойдым. Міне, 1-2 аптаның ішінде менің қойған бағама Tronның бағасы құлады. Мен ол туралы білген жоқпын. 2 күннен кейін ба, 3 күннен кейін ба Payer-ге кірсем, криптовалютаның бағасы, яғни Tronның бағасы 0.065 па сондай болып кеткен. Мен мына бағаны қойғаныма өкініп қалдым. Одан кейін тағы да 3-4 күннен кейін ба, 2 күннен кейін ба Tronның бағасы мынандай болып құлады. Міне, одан кейін 52-ге дейін құлады, яғни 0.052-ге дейін құлады. Енді мен мына жердегі бағаны қайдан алып қойдым? Мына жерге азғантай ғана анализ жасадым. Мынандай сайттар бар, қазір көрсетіп жіберейін. Google-дың поискына мынандай сөздер жаздым: курс Tron $2 2021 деп жаздым. Сосын мынандай сайттардан қарадым. Tronның бағасы 2021 жылы максимально қанша құлады, соны біліп алдым. Сосын сол бағаға азғантай ориентация жасадымда Payer-да не шығарып қойдым? Ордер шығарып қойдым. Мынандай ақшаға Tronның бағасы мынандай болған кезде сатып алам деп. Енді көріп отырғандай, мына жерде 2021 жылғы Tronның графигі шығып тұр. Яғни Tronның бағасы 2021-де қаншаға көтерілді, міне, қаншаға құлады, соны көрсетіп қойған. Мен қарадым, Tronның бағасы 2021-дің декабрьдің 30 күні 0.077 болып құлаған. Мен Payer-ге барып, Tronның бағасы мынандай болған кезде $82-ға Tron сатып алам деп ордер шығардым. Яғни түсініп отырғаныңдай, криптовалюта сатып алатын кезде ешқандай да анализ жасаудың қажеті жоқ. Біреудің сөзіне сенудің қажеті жоқ. Неше түрлі аналитиктер бар. Ойбай, криптовалютаның бағасы мынандай болып құлап кетеді, мынандай болып қымбаттап кетеді деген сияқты анализ жасайтын адамдар бар. Олардың сөздеріне кәдімгідей имандай сенудің қажеті жоқ. Криптовалютамен айналысу үшін, криптовалютаға инвестиция жасау үшін. Себебі көріп отырғаныңдай, мен жаңағы сайт арқылы криптовалютаның бағасын білдім, өзімнің бағамды қойдым, бірақ криптовалютаның бағасы мынандайға құлады. Даже жаңағы айтып отырғанымда 0.052 центке дейін құлап кетті. Түсініп отырғандай, бұл жерде
әртүрлі криптоаналитиктердің, криптоболжаушылардың, криптокорольдердің сөздеріне сүйене отырып бірдеңе жасау, оның өзі қателік болады. Мен өз басым соны түсіндім. Енді бұл жерде менің түсінгенім, криптовалюта сатып алу, сатумен айналысатын болсаң, яғни криптовалютаға инвестиция жасаумен айналысатын болсаң, криптовалютаны сатып алатын кезде биткоиннің бағасына ориентация жасағаның жақсы, яғни биткоиннің бағасы қымбаттағанына, арзандағанына ориентация жасағаның жақсы. Оны қалай біліп отыруға болады? Биткоиннің бағасы арзандағанда, қымбаттағанда ютубта неше түрлі видеолар толып кетеді. Ойбай, биткоиннің бағасы арзандап кетті, қымбаттап кетті деген сияқты. Вот сол кезде сен жаймен PR жаққа келе бересің, яғни PR-дің биржасына келе бересің. Сосын қапылмас үшін, яғни жанталаспас үшін алдын ала PR-дегі шотыңды толтырып қоя бергенің жақсы қазірден бастап. Сосын бұл жерде, яғни PR кошелектегі ақшаңды ешкім жеп қоймайды, қорықпай қойсаң болады. Сосын ақша сақтағаныңа ешкім комиссия ұстамайды. Бұл жерде тек қана PR кошелекке ақша салған кезде комиссия ұстайды. Сосын PR кошелектен ақша шығарған кезде комиссия ұстайды. Бұл жердегі комиссия енді нормально айналысатын болсаң, яғни ақшаңды еселейтін болсаң, бұл жердегі комиссияның өзі копейка болып қалады. Сондықтан да комиссиядан қорқудың қажеті жоқ. Любой жерде комиссия бар. Бұлар осылай ақша табады, яғни комиссия арқылы ақша табады. Сондықтан да комиссиядан қорықпайсың. Егер де комиссиядан қорқатын болсаң, бұндай нәрселермен айналысудың қажеті жоқ. Жолаудың қажеті жоқ бұндай нәрселерге. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Яғни биткоиннің бағасы арзандады деген кезде жаймен PR-ге келесің, сатып алғың келген криптовалютаның бағасын қарайсың. Доллармен сатып алғың келсе, доллармен қарайсың, рубльмен сатып алғың келсе, рубльмен қарайсың. Криптовалютаның сатып алайын деп отырған криптовалютаның бағасы түсіп жатыр ма, жаймен уже ордер шығарып қоясың. Криптовалютаның бағасы мынандай болған кезде мен мынандай ақшама сатып алам деп. Сосын криптовалютаның бағасы сенің қойған бағаңнан арзандап кететін болса, оған ешқандай да уайымдап қайғырудың қажеті жоқ. Себебі сатып алып отырған криптовалютаның бағасы 0-ге дейін түсіп кетпейді. Яғни алдағы уақытта по-любому қымбаттайды. Яғни түсініп отырғаныңдай ақшаңды сен қалай болғанда да екі есе еселейсің. Сондықтан да жаңағындай ойбай мен қымбатқа сатып алып қойдым, анау-мынау деген сияқты ойлардан аулақ боласың, басыңнан шығарып тастайсың ондай ойларды. Ондай қателіктер болады, түсіндің деп ойлаймын да. Сосын тағы да бір айтқым келгені, егер де сенің жинап жүрген ақшаң болса, депозитте немесе тағы да басқа жерде жинап жүрген ақшаң болса, дұрысы криптовалютаға қарай инвестиция жасағаның жақсы. Мен өз басым соған көзім жетті. Видеомда көрсеттім ғой, өзімнің историямда мына жерде. Сосын айтпақшы, бұл жерде адамдар қандай криптовалюта сатып алып жатыр, қандай криптовалюта сатып алып жатыр, соның барлығын қарап біліп отыруыңа болады. Егер де қарап білгің келетін болса, мына жерде өзіңе керекті криптовалютаны таңдайсың, қандай ақшамен қарағың келеді, ақшаңды таңдайсың. Мысалы үшін мына жерде доллармен қарағың келе ма, USD деген таңдайсың. Сосын өзіңе керекті криптовалютаны таңдайсың. Мысалы үшін биткоин. Биткоинді адамдар сатып алып жатыр ма, сатып алып жатырған жоқ па, қараймыз. Төмен қарай түсіп, мына жерде история дегеннің үстінен басасың, қарайсың. Сосын мына жерде жасылмен белгіленгендер адамдар биткоин сатып алып жатыр деген сөз, қызылмен белгіленгендер уже сатып жатыр деген сөз. Бүгін криптовалютаның бағасы, яғни биткоиннің бағасы мынандай болып тұр екен. Яғни түсінгеніңдей, криптовалютаны адамдар сатып алып жатыр ма, сатып алып жатқан жоқ па, қарап отыруың болады.
Мынау уже сатып алып жатырған суммасы, яғни мынандай суммаға адамдар биткоин деген криптовалютаны сатып алып жатыр. Мынандай количествода. Яғни түсінгеніңдей осындай нәрсе істеуіңе болады. Сосын бұл жерде мына жерде бар криптовалютаны өзара айырбастауыңа болады. Яғни биткоинді лайткоинға, лайткоинді биткоинға, тағы да басқа бар криптовалюталарды өзара ауыстырып отыруыңа болады. Сосын бұл жерде мынандай график бар. Әр криптовалютаның бағасын біліп отыруыңа болады. Яғни криптовалютаның бағасы қаншаға арзандады, қаншаға қымбаттады, соның барлығын қарап біліп отыруыңа болады. Жалпы мен өз басым бұл графикке мән бермеймін, қарамаймын. Мен үшін бұл нәрсе бұл жерде әдемілік үшін тұрған сияқты. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.